Әкеңіз сіздің өзге ұлтқа тұрмысқа шыққаныңызға қалай қарады, не деді жалпы о баста? Көріспей қойды. Олардың реакциясы қандай болды? Тепкілер өте қатты болды. Көрермендерде комментарий жазуы мүмкін. Жалпы оған дайынсыз ғой критикаға? Дайынмын. Мен көп нәрсе естім, дайынмын. Алғашында несіне үйрене алмадыңыз? Түркі әйелдерінен кешірім сұраймын. Олар менің айналамдағы келіншектер. Қай тілде сөйлейді балаларыңыз? Қазақшаны түсінеді. Мен былай сөйлескен кезімде түсінеді. Аланиядан қазақ қауымдастығын аштыңыз. Ол менің миссиям деп ойлаймын. Қазағымыздың мақтаулы келіні болып, мақтаулы анасы болу әркімнің арманы деп ойлаймын. Армысыздар. Енді көрерменге түсінікті болу үшін бірден айтайық. Айгүл Түркияға осыдан 12 жыл уақыт бұрын келген. Түрк азаматына тұрмысқа шықты. Бүгінде 2 ұл тәрбиелеп отыр. Сонымен қатар Айгүл осы Түркияның Алания қаласындағы қазақтар қауымдастығының төрайымы. Айгүл ханым, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Енді алдымен өзіңіз туралы қысқаша мәлімет бере кетсеңіз. Қай жерде туып өстіңіз, қай жерде мектепті бітірдіңіз? Түркияға кейінірек келеміз. Мен Шымкент Сарыағаш ауданында туылып өстім. Сол жерде мектепті бітірдім. Сосын Өзбекстан Ташкент қаласы қазақша факультет бар деген соң сол жаққа оқуға түстім. Ташкентте оқыдым, бітірдім. Әрі сол университетте істей бастадым, ректоратта. Сосын сол жерде түрк азаматын жолықтырып тұрмысқа шықтым. Сіз осыдан 12 жыл бұрын Түркияға көшіп келдіңіз. Енді Түркияға көшуге түрткі болған ол сіз түрік азаматына тұрмысқа шығуыңыз бірден бір. Жалпы сол уақытта дегеннен қоныс аудардыңыз ба, жоқ әлде Қазақстан мен Түркияның арасында екі жақтама жүрдіңіздер ме? Шымкентте 2 жылдай тұрдым балдарыммен. Балдарым қазақ мектебіне барды. Үлкен балам 1-2 сыныпқа барып жүріп еді. Содан кейін әкелері енді Турцияға кетейік, Түркияға кетейік деген соң шешім қабылдадық. Сонымен осы жақта жасауға, осы жақта көшіп өттік десем болады, балдарды алып. Анкараға келдіңіздер? Иә, Анкараға келдік. Анкарада үлкен балам 2 сыныпты бастап оқи бастады. Жаз бойынша латын әріптерін, түркшені үйреттім балдарға. Кіші балам нөлевой дейді, ана сыныпы дейді. Соны бастап оқи бастады. Мен Анкарада жасай бастадық. Ал енді Айгүл ханым, негізі әрине өзге елге барып орналасу ол оңай дүние емес, негізі кез келген адамға. Енді жалпы өзге адамдар, өзге менталитет, өзге араласатын достар, былайша айтқан кезде, енді жалпы Түркияға үйрену қиын болды ма сіз үшін? Басында қандай қиыншылықтар болды? Иә, баста қиыншылық болды мен үшін Анкарада. Себебі менен басқа ешқандай шетелдің азаматы жоқ еді. Бәрі өздері түріктер, айналам бәрі. Біріншіден қабылдаулар қиын болды түріктердің, жаңағы жора жолдас деген сияқты. Жора жолдас еткіміз келеді. Олардың қабылдауы, сенімсіздіктері мені біраз жаңағы ренжітті. Суықтау еді. Сосын кеткім келді. Жыл сайын жазғы каникулдарда балдарымды алам, ауылға кетем. Қалып кеткім келді, қайтып оралғым келмеді Түркияға. Қиын болды. Бірақ балдарым келешегі үшін енді әкелері түрік, олардың елі ғой енді Түркия. Солардың келешегін ойлап шыдауға тырыстым, шыдадым. Шүкір, жай-жай сосын әйелдер, түрік әйелдері тани бастады. Таныған соң олардың достығы мәңгілік екенін сол кезде ұқтым. Тамаша достықтарын сыйлады маған Анкарада әйелдер.
иә, әліге дейін хабарласып тұрамыз олармен. Жалпы түрік әйелдердің менталитеті, түрік азаматтардың менталитеті туралы біз сәл кейінірек айтамыз. Сондықтан да қымбат көрермендер, менің каналыма жазылып, лайк, дизлайк басуды ұмытпаңыздар. Ары қарай кеттік ендеше. Әрине кез келген ата-ана баласын алысқа жібергісі келмейді. Енді оның үстіне сіз мына Қазақстаннан 5000 километр қашықтықта жатқан жат жұртқа, өзге елге кеттіңіз. Осы Түркияға барам деген кезде ата-анаңыз қалай қабылдады? Не деді жалпы? Әкем байғұс жылап, енді қоштастық қой. Әкем інісі, көкем де бәрі жылап қоштасты, қимады. Бірақ мен дедім, осы дүниедемін, дедім, қайтып келемін, не дейді, қайта келмеске кетіп баратқан жоқпын деп түсіндіргім келді. Енді үлкен кісілер түсінбейді ма? Бірақ бірден інім үйленетін болды, сіңлім тұрмысқа шығатын болды 5 айдан кейін, мен келгеннен кейін. Сосын билет алып бардым тойға. Сол кезде қуанып кетті. Сол кезде жүректері сәлде болсын тыншыды. Айгүлге түк емес екен ғой, екі арада барып келіп жүреді екен ғой, деді да тынышталды. Сонымен өзімді олар жаңа қорыққандардың бәрі жойылған соң өзімді тыныш болдым. Анаңыз ол уақытта бар ма еді? Анам жоқ, бірақ анам орнында анамыз бар, құрметтейміз өте. Олардан бауырларым бар, өте жақсы көрем бәрін, сый құрметтен. Бірақ әкем өткен жылы марқұм болып кетті, барып шығарып салып келдім өзім. Енді дүние солай ғой, бәріміз мәңгілік емеспіз, бір күні бәріміз кетеміз, бірақ сол нәрсемен де жасай білу керек. Шүкір, келешегіміз, балдарымыз аман болсын, достарымыз аман болсын. Иә, сөзіңіз аузыңызда. Мен сіздің Instagram парақшаңызды ашып қарадым. Сол жерде әкеңізге деген ішкі бір сағыныш сезіміңізді жеткізгенсіз. Енді көрерменге түсінікті болу үшін сол мен жазбаны қысқаша оқып берейін енді. Асқар тауым әкешім, менің жолыма қарап күткен екенсіз ғой. Кетіп қалады деп тағы да ұзаққа да қимадыңыз ау. Айгүл балам деп бастаған даусыңыз құлағыма келе береді. Сізсіз үйіңіз босап қалғандай, тып-тыныш. Мені шығарып салғыңыз келмеді, және де мен ойладыңыз. Арманда кетпесін қызым деп, мен сізді шығарып салдым. Әкешім жаным әкем, еш қам жеме біздер үшін. Ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырып әрі қарай, әрқайсымыз өз тіршілігімізбен кетеміз. Бүгінге дейін көрсеткен қатал тәртібіңіз бен қамқорлығыңыз бізге өрнек. Туралықтан қайтпаған әкем, сіздің қатал тәртібіңізге шыдамай, қамқорлығыңызды түсінбей ренжіткен болсам, өзіңіз кешіре көріңіз. Алла өзінің рахметіне алсын, орныңыз жәннатта болсын. Анама сәлем айтыңыз деп аяқтапсыз. Енді бұл кішкентай ғана хаттың өзінде қаншама бір сағыныш жатқанын мен байқап тұрмын негізі. Жалпы мына хатта да өзіңіз жаздыңыз, қатал тәртібіңіз, яғни қаталдығыңыз дедіңіз. Енді әкеңіз жаңағы сіздің сол өзге ұлтқа, тұрмысқа шыққаныңызға қалай қарады, не деді жалпы о баста? Қабылдамайды ғой, қабылдамады. Көріспей қойды. Сосын енді тұңғыш немересін дүниеге келген соң, немере баладан тәтті дейді ғой. Сол мен немереммен жағымпазданып, әкем көңілін не қылдым ғой, енді жеңдім. Сосын мейірімі қайтып ашылды, қабылдады сосын. Иә, солай болды. Иә, енді жалпы енді екі ел ауызға төрт ел қақпақ болу оңай емес негізі. Енді туған туыс бар, ағайын жекжат бар, олардың сыпсың әңгімелері бар, кей уақытта адамның жүйкесін жұқартатын дүниелер. Олардың реакциясы қандай болды жалпы? Сіздерге бір қызық оқиғаны айтып берейін. Турцияға кетеміз деп, паспорт аламыз деп, соның әрекетімен жүргенде бір ағайынды ағамыз паспортный столда істейді екен. Шешем жақтан ағайынды болып келер екен. Маған нағашым, иә, нағашым болып келер екен. Сосын
ой деді, енді документтерім бәрін қабылдап, сосын осы уақыттарда паспорт келеді деді. Паспорт келген кезде өзі звондап сүйінші сұрады. Айгүл, паспортың келді, өзім сүйінші сұрап тұрмын, кел бірлікте барып бірге аламыз деді. Сосын жарайды дедім, бардым істеп жүрген жеріне. Сосын басқа жерден ол мені алды, машинамен кетіп бара жатыр едік. Сөйтсем жолда сұрай бастады, сонда сен түсінбедім, балдарың аты басқаша, Альперен, Сердар деп. Иә дедім, балдарым енді папасы, әкесі түрік болған соң Альперен, Сердар дедім. Әкесі түрік, сонда сен күйеуің түрік па не деді. Иә, түрік деген едім. Шетке тоқтатты көлікті. Кешіресің, мен қатты жаңағы нацистпін, қазақшылығымды қатты ұстаймын, паспортыңды өзің ала бер деді, түсіріп кетті. Ондайда болар екен. Жарайды, нағашы дедім, сонымен қала бердім, өзім барып алдым паспортымды. Әрине бұл бір мысал, бірақ тепкілер өте қатты болды. Мен ойлаймын, не дейді, нацияда тұрған ешқандай нәрсе жоқ. Барлық нәрсе адамгершілікте. Адамгершілігімізді, сыйлық, құрметімізді сақтай білсек, соны өзі үлкен нәрсе деп ойлаймын. Көрермендерде комментарий жазуы мүмкін. Жалпы оған дайынсыз ғой критикаға? Дайынмын, мен көп нәрсе естім, дайынмын. Енді жалпы түрік отбасына тастай батып судай сіңіп кеттіңіз. Енді 12 жыл уақыт деген ол оңай емес. Енді менталитеті жалпы қазақ отбасына ұқсай ма? Алғашында несіне үйрене алмадыңыз? Енді түрік отбасы туралы айтып беріңізші жалпы. Түрік отбасы қызық екен. Мен бірінші Анкараға келгенде түсінбеуші едім. Енді түрік әйелдерінен кешірім сұраймын. Олар менің айналамдағы келіншектер көбісі 3-4 класс оқып, оқу жазбасы болса болды деп оқытпай қойған бұл сондай әйелдер екен. Бәрі үй бикесі. Сосын Қазақстан қай жерде, ондай нені география жайлы да көп білім жоқ, төмен. Сол әйелдермен сөйлескім келіп, достасқым келген кезде таң қалатыным, тек жаңа үйдің жұмысын, жаңа білетіндері сол үйдің тірлігі, қазан ошақтың маңайы. Қазан ошақ, үйдің тазалығы. Тек сол әңгіме. Біз ондай әңгімелері көп жасай бермейміз әйелдермен. Мен таң қалдым сол кезде. Сенің үйіңнің тазалығын маған не қажеті бар? Оны пердең жуғаныңмен не қажеті бар деп, сосын уже үйреніп қалған соң айтатын болдым. Маған айта бермеші үйің тазалығын. Әркім өзі үшін тазалайды ғой, оны мақтанудың не қажеті бар? Маған сол қызық болды. Енді оларды да айып етпеймін. Жаңағы білімі, сауаты сол ғана болған соң солай деп ойлаймын. Бірақ достықтары, сыйластықтары мәңгі. Ол жағы, плюсы сол жағы. Ал түрік азаматтары туралы айтайықшы. Жалпы жолдасыңыздың қандай 3 қасиетін ерекше атар едіңіз? 3 қасиеті. Біріншісі сыйластығы. Әйел адамды қатты сыйлайды түріктер деп ойлаймын. Ана ретінде сыйлайды. Жаңа жәннат аналарымыздың аяғының астында дейді олар. Солай ана деп әйелдерді сыйлайды. Сосын көңіл бөлгіш, мысалы, сен не жақсы көресің? Біздерде қазақшылығымызда әйел адам еркектердің көңіліне қарап үйреніп қалғанбыз ғой. Әйел адамдар керісінше еркектердің көңіліне қарап, сол не жақсы көреді, қандай тамақ жақсы көреді, соны істейміз. Соның ыңғайына қарап жаңағы нәрселерді қоямыз. Соның ыңғайын жаратып тұрамыз ғой. Ол керісінше менің қалауымды ортаға шығарды. Сен де бір нәрсе қалайсың ғой, сен де бір адамсың ғой, сен не қалайсың? Бір кафе, ресторанға барса, сіз не қаласаң сол десем, жоқ, сенің де қалауың болу керек.
бастан соны үйретті маған. Өзің қалауың шығар деп, жаңағы өзімнің мендігімді ортаға шығуды қалады. Сосын негізі үшіншісі не деймін, балдарға тәрбиесі. Өте еркелетеді балдар. Әкелер өте еркелетеді, қатты еркелетеді. Аналар тәрбиесіне жақсы мән беру керек екен негізі. Балдарды көп еркелетуге болмайды. Не жаман, не жақсы біз енді үйретуіміз керек қой. Сол жағынан мен біраз балдарға қарсы қатал едім. Әкесі қатты еркелетуші еді. Екі елдің туын жықпай алып жүру ол оңай дүние емес негізі. Енді балаларыңыздың есімін айттық. Жалпы қай тілде сөйлейді балаларыңыз? Балдарым сол жақта Шымкентте қазақша оқып, менің айналам, жаңағы әке-шешем, бауырларым бәрі қазақша сөйлейді ғой. Содан қазақша сөйлеп үйреніп кеткен еді. Келген соң түркшеге ауып кетті. Сосын тез түркше үйренсін, мектепте қиналмасын, тез оқысын, сабақтарды, мұғалімдерін тез түсінсін деп тек түркше сөйлей бастадық әкесімен екеуміз. Енді әкесі де тек түркше сөйлейді. Содан түркшеге ауып кетті олар. Бірақ қазақшаны түсінеді. Мен былай сөйлескен кезімде түсінеді. Үйде түрктің салт дәстүрлері көп қолданыла ма, жоқ әлде қазақтың салт дәстүрлеріне де орын бар ма? Қазақтың, түрктің салт дәстүрлері ұқсас, өте ұқсас. Өте жақын. Өте жақын. Тек ана тамақтан, не дейді, тамақтың түрлері басқаша. Бірақ нанды құрмет қылу, нанға деген, тамаққа деген, обал деген нәрселер оларда да бар. Біздің әдеттерге ұқсас. Бөліп жаратын ешнәрсе жоқ? Жоқ, тек тамақтарда сол бірінші, екінші нелері болады. Олардың біріншіге сорпа, екіншісіне жаңағы не дейді, ана емегі дейді оларда. Сондай тамағы болады. Біз бір тамақ істейміз ғой. Ал оларда екі түрлі салатымен солай жасайды. Бұның алдында Анкарада тұрдыңыз. Анкара ұнаған жоқ па сізге? Неге Аланияға келуіңізге не түрткі болды? Анкара суық қала. Мен суықтан қорқам. Өзім жаңағы оңтүстікте болған соң ыстыққа үйренген ба, ыстықты қалап тұрдым да. Оның үстіне Анкарада теңіз жоқ еді. Теңіздің жағасында тұру енді әркімнің арманы ғой. Сол тартып тұрды мені Аланияға, Анталияға. Енді соңғы уақыттары мынау Түркияға, оның ішінде Аланияға көшіп келушілердің саны артып отыр, қазақтар оның ішінде. Сіз келген уақытта олар қанша болды, қазір қанша? Мен ең бірінші келгенімде қазақтар көрінбейтін көзіме. Ол қай жылда еді шамасы? Сол 2012-де Аланияда. Сол кезде бір 10 шақты едік қой. Ал қазір қанша? Шамамен енді? Шамамен қазір бір 3000-дай боп қалды-ау. Отбасы ма, адам ба? Адам. 3000-дай адам. 3000-дай адам прописка алып жатыр да уже. Икамет. Икамет. Сөйтіп, осы бүкіл қазақтың басын қосып, Аланиядан қазақ қауымдастығын аштыңыз. 16 қыз. Анау ән бар ғой, 16 қыз деген. Сол сияқты, сол әндегідей. Жалпы қалай болды бұл енді? Осы туралы қысқаша айтып берсеңіз. Қауымдастығымызды ашпаған кезде Анталияға барып бір қазақстандық орыс әйел мен Аланияны танытып жүрмін, Аланиядағы қазақтарды мен танытамын деген сияқты бір жерде өзін танытқанда. Сосын біздің қазақтар сол енді намысына тиген ба, неге біз қазақтарды бір орыс танытып жүр Аланияны деп. Неге енді әлі қауымдастық құрылмады, өзіміз құрайық, қазақтар болып құрайық деп сол кезде қыздардың бәрі бас қосып, ойласып, жаңағы қаражатымызды өзіміз қалтамыздан шығарып, ашуға бел байладық. 2 жыл алдын. Наурыз өткізіңіздер, дүрілдетіп,
енді 2 жыл болса енді бір қарқын алып жатыр ғой демек. Иә, сол өткен жылы негізі наурызға Алтыбақан, киіз үй, жайлауда сондай көрініспен өткіземіз деп ойлаған едік. Қазақша киімдеріміздің бәрін жаңағы заказ беріп, бәрін алдырып, дайындалып отырған кезде мына пандемияға кіріп кеттік қой. Карантинаға кіріп кеттік. Карантинадан сосын жауып тастады бізді. Біз өзіміз таныта алмадық, қауымдастық құрылды дей алмадық. Содан бәріміз не істеріміз білмей, осы жылға нәсіп болған екен, сол ой пікірлеріміздің бәрін төгіп осы жыл істедік. Енді Алтыбақан киіз үйімізді құра алмасақ та, бір жерде 500 енді кісінің, қазақтарымыздың басын қосып бір той өткіздік. Оған да әйтеуір осы жаққа келіп қалған Қарақат, Қыдырәлі, Ерлан Көкеев, солардың қолдауымен енді тамаша өтті. Рахмет оларға да, осы жерден рахметімді айтамын. Ал енді Айгүл ханым, бағанағы әңгімеге қайта оралайықшы. Қазақ қыздарының түрік азаматына, басқа ұлт өкілдеріне тұрмысқа шықсам деген ойы бұрыннан бар. Бұл тенденцияны жоққа шығара алмаймыз негізі. Жалпы сіңілеріңізге не айтар едіңіз осы тұрғыда? Мен арманым негізі, барлық қазақ қыздарының арманы бір семьяны, өзіміздің қазақшылығымызды көрсетіп, қазағымыздың мақтаулы келіні болып, мақтаулы анасы болу әркімнің арманы деп ойлаймын. Енді тағдыры қалай қуалайды, оны өзіміз шешпейміз ғой. Тағдыр шығар. Мен осы жаққа кетіп қалдым, бірақ сіңілерім, інілерім барлығы Қазақстанда, тұрмыстары өте тамаша. Қазақтың келіні үйімізде қызметін жасап жүр. Сіңілерім қазақтың келіні болып, өз үйлерінде қызметін жасап жүр. Көңілге байланысты, тағдырға байланысты деп ойлаймын. Ондай не дей алам қыздарымызға? Әркімнің бақыты ашылсын, көңілдері кімге қарап тұрған болса, сонымен бақытты болсын. Соңғы сұрақтардың бірі, қазір енді сіз Түркия азаматтығын алдыңыз, солай ғой? Отбасыңызбен Қазақстанға барып тұрасыз ба жиі? Жыл сайын барып тұрам деп ойлаймын, негізі. Бірақ балдармен бірге бара алмадым. Жол қымбат. Өзім жаңағы папам ауырған кезде көп бардым. Белгі жұмыс бабымен бардым. Көрмелерге бардым Алматыға. Жұмыс бабымен, фирмалармен жұмыс істеген кезімде. Сол кезде себеппен өзім бауырларымды көріп қайтушы едім. Сол өткен жылы бардым, мәкен шығарып салып қайттық. Биыл да Құда қаласа жылына да барсам ба деген бір ниетім бар. Балаларыңыз әлі болған жоқ? Балдарым алдын көп барушы еді. Соңғы кездері жазда экзамендері көбейіп кетті да олардың. Сыныптан сыныпқа өту экзамендері. Солардың несімен шыға алмады олар. Одан қала берді, пандемия болды. Одан кейін пандемия болды, сонымен балдар тірпете алмай қалды. Қымбатты көрермендерім, бүгін Данияр Есен YouTube каналында қонақта болған осы Аланиядағы қазақ қауымдастығының төрайымы Айгүл ханым біздің каналға жазылып, және де лайк басып, дизлайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.